Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Жақанша Досмағамбетов атындағы жоғары педагогикалық колледж саясаттану және әлеуметтану негіздері пәнінен 4-ші курс студенттеріне арналған бейне сабақ. Тақырып халықаралық қатынастар және мемлекеттің сыртқы саясаты. Оқытушы Дүйсенгалиев Мереке Камилович. Халықаралық қатынастар мемлекеттер, ұлттар, мемлекет одақтары арасындағы саяси, экономикалық, дипломатиялық, әскери, мәдени, ғылыми техникалық байланыстары мен қарым-қатынастары. Халықаралық қатынастарға ықпал етуші факторлар: әлемдік экономикалық ахуал, әскери стратегиялық жағдай, жекелеген мемлекеттердің ықпалы, табиғи қорлардың шикізат және табиғат ресурстарының ықпалы. Даму тенденциясы: әлемнің өзара тәуелділігі мен тұтастығының дамуы, халықаралық қатынастардың көп ұлттық жүйесінің қалыптасуы, әлемнің әлеуметтік әртектілігінің сақталуы, қайшылықтар мен дау-жанжалдар шешуде саяси құралдардың рөлінің өсуі, әлемдік дамудың жаңа шынайылықтары мен проблемаларын шешу дәстүрлі тұрғылар арасындағы қайшылықтардың шиеленісуі. Халықаралық қатынастардың әдістері: соғыс, дипломатия, үгіт-насихат. Халықаралық қатынастардың түрлері: саяси, экономикалық, ғылыми-техникалық, идеологиялық, халықаралық құқықтық, әскери стратегиялық, мәдени. Енді осыларды жекеше қарастырайық. Саяси: халықаралық қатынастар қатынастың басқа түрлерін синтездейді, қауіпсіздікке кепілдік береді, қатынастардың басқа түрлерінің дамуына ықпал жасайды. Формалары: құқықтық, дипломатиялық, ұйымдастырушылық. Экономикалық: әлемдік нарықта халықаралық еңбек бөлінісінің қалыптасуына ықпал етеді. Формалары: қаржылық, сауда, кооперативтік. Ғылыми-техникалық: әлемдік ғылыми-техникалық даму үрдістерін барлық мемлекеттерге тарату, әлемдік деңгейде дамыту. Формалары: халықаралық деңгейдегі білім беру орталықтары, ғылыми-техникалық стандарттар орталықтары. Идеологиялық: саяси қатынастардың біршама дербес бөлігі, рөлі мен маңызы қоғамдағы идеологияның рөлінің өзгеруімен байланысты. Формалары: келісім, декларациялар, диверсиялар, психологиялық соғыстар. Халықаралық құқықтық қатынастар халықаралық қатынастарға қатысушылардың өзара қарым-қатынасын құқықтық нормалар және ережелермен реттейді. Формалары: дипломатиялық құқық, теңіз сауда құқығы, халықаралық арбитраж, сот. Әскери стратегиялық: әскери күштерді тікелей немесе жанама құрумен, жетілдірумен, қайта бөлумен айналысады. Формалары: әскери стратегиялық блоктар, әскери стратегиялық одақтар. Мәдени қатынастар: оның негізінде қоғамдық өмірдің интернационализациялануы, мәдениеттердің білім жүйелерінің өзара сіңісуі, байытуы, бұқаралық ақпарат құралдарының дамуы. Формалары: артистердің гастрольдері, ақпарат алмасуы, түрлі көрмелер ұйымдастырылуы. Әлемдік саясат: саяси мақсаттарда көздеген халықаралық қатынастар субъектілерінің бірлескен іс-әрекеті. Әлемдік саясат құрылымы: легитимді халықаралық ұйымдардың сыртқы саяси қызметі, аймақтық және субаймақтық институттардың саяси акциялары, егеменді мемлекеттердің сыртқы саяси қызметі. Негізгі басымдықтары: соғыс және бейбітшілік, жалпыға ортақ қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау, артта қалушылық пен кедейшіліктен арылу. Қазіргі әлемдік саясаттың сипатының белгілері: революциялық және эволюциялық бастамалардың тығыз байланысы, саяси үрдіс субъектілері әрекетіндегі стихиялы және саналы реттелген қимылдардың үйлесімі, әлеуметтік саяси құрылымдар қызмет етуіндегі түрлі бағыттардың болуы, саяси үрдістердің салыстырмалы дербестігінің болуы. Қоғамдық дамудың демократиялануы мен күрделенуіне байланысты саясаттың жүзеге асырылуы құрылымы, механизмі, формалары, әдістері мен түрін өзгертуі, жеке адамдардың мемлекетті азаматтық қоғамнан бөлектеуден арылуға алғышарттардың қалыптасуы. Барлық саяси үрдістер мемлекеттік билік төңірегінде айналады. Дүниежүзілік саясат және оның реттеу әдістерінің негізгі тұрғылары: нормативтік тұрғы, халықаралық тәртіп, теориялық, саяси инструкция негізінде реттелу керек деген тұжырымға сүйенеді. Оның негізгі реттелушілері әмбебап адамгершілік нормалары және трансұлттық тәртіп нормалары.
Реалистік тұрғы. Оның мәні саясатқа өзінің заңдылықтарына ие шынайылық тұрғысынан келу. Заңдылықтар гуманизм мен авторизм идеяларымен емес, керісінше әскери экономикалық күш, ұлттық мүдде және тағы басқа ұғымдармен анықталады. Әлемдік саясат туралы негізгі теориялар. Дамыған солтүстік пен артта қалған оңтүстік туралы теориясы, күштер орталығы теориясы, ұлттық мүдделер теориясы, күштер ұстанымы саясаты теориясы, өркениеттер қақтығысы теориясы. Қазіргі әлемдік саясат мазмұны халықаралық қатынастарды демилитаризациялау мен деидеологизациялауға ұмтылыс, қауіпсіздіктің ғаламдық және аймақтық жүйелерін құру, халықаралық тұрақтылықты қамтамасыз ету, халықаралық құқық негізінде мемлекеттер арасында өзара қарым-қатынас, халықаралық өмірді гуманизациялау, біріккен ұлттар ұйымы рөлін жоғарылату. Халықаралық қатынастарды негізгі субъекттер ұлттар, егеменді мемлекеттер, мемлекетаралық ұйымдар, мемлекеттер коалициясы, экономикалық және әскери саяси одақтар, трансұлттық ұйымдар. Мемлекет халықаралық қатынастың негізгі субъектісі болады. Халықаралық қатынастар жүйесінде өздерінің сыртқы саясаты арқылы танылады. Сыртқы саясат мемлекеттер мен және қоғамның басқа саяси институттарының өздерінің мүдделері мен халықаралық аренадағы сұраныстарын жүзеге асырудағы іс-әрекеттері. Мақсаты, яғни жүргізіліп отырған саяси курсты қолайлы сыртқы жағдайлармен қамтамасыз ету, халықаралық қатынастар жүйесі қалыптастырған сыртқы саяси міндеттерді жүзеге асырады. Қызметі қорғаушылық, экономикалық, ақпараттық өкілдік. Жүзеге асыру формалары: дипломатиялық қатынастар орнату немесе үзу, халықаралық ұйымдарда мүше болу, өз өкілдіктерін ашу, мемлекеттер, партия, ұйымдар өкілдерімен байланыстар, бір реттік тұрақты орнату. Үкіметаралық, мемлекетаралық ұйымдар: әмбебап, яғни біріккен ұлттар ұйымы, аймақаралық ислам конференциясы ұйымы, аймақтық, яғни Европалық ынтымақтастық ұйымы, субаймақтық Бенилюкс, жалпы мақсаттық біріккен ұлттар ұйымы. Экономикалық дүниежүзілік сауда ұйымы, әскери саяси НАТО, қаржылық бүкіл әлемдік банк, ғылыми техникалық МАГАТЭ, құқық қорғау Интерпол. Халықаралық қатынас жүйелері географиялық кеңістік өлшем, жаһандық немесе жалпы ғаламдық, аймақтық, субаймақтық. Саяси билік режим сипатына байланысты бір полюсты, биполярлы, көп полюсты. Геосаясат сыртқы саясатты географиялық факторларға байланысты жүргізетін саясат. Теориялық негізін қалаушы Рацель, Маттиндер. Геосаясат қызметкері: танымдық, интеграциялық, болжау. Қазақстан Республикасының маңызды геосаяси мәселелері: территориялық тұтастықты сақтау, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының ұлттық мүддесіне қатысты әлемдік проблеманы шешуге белсенді қатысу. Назарларыңызға рахмет. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.